бір жігіт ғұламаға келіп айтыпты: ұстаз, менің әйелім орамал тақпайды, намаз оқымайды, балдарды дұрыс қарамайды, тамақ дұрыс істемейді, өйтпейді деп әйелі жамандайды. Сол кезде ғұлама айтады, тыңдап болғаннан кейін: бұның бәрі ерунда дейді, сен бір айдан кейін өлесің дейді. Қалай? Солай өлесің. Үйіне барса, әйел тамақ істеп, балдары ойнамады. Сосын қарайды, бір айдан кейін бұлардың қасынан мен кетемін, не болса да осылармен жақын болайын деп, әйелімен татуласады, балдарын құшақтайды, қасында болады, құлшылығын күшейтеді, намазын оқиды, көршілерден кешірім сұрайды, алған нәрсесін апарып береді, ағайын тума туысты осылай жинап ас береді. Сөйтіп жүргенде бір ай емес, 3 ай өтіп кеткен. Сосын ойланады, ана ұстаз мені бір айдан кейін өлесің деп еді, 3 ай болды. Өтірік айтқан деп ұстазға келеді: 3 ай болды ғой, бір ай деп едің, өлген жоқпын, тірімін, ұстаз, мені алдадың ба дейді. Сонда ұстаз айтқан екен: сен мен бір ай бергеніме шүкір ет. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты? Бүгін өлетіндей өмір сүріңдер деді. Кім бүгін өлетіндей өмір сүріп құлшылығын күшейтсе, онымен әйел бала шағасы емес, әлем күшті болады екен. Ал мынау қасиетті Рамазан айында құлшылықтарын күшейтіп, бір-бірлеріңе сыйлық беріңдер, сыйлық жүректен махаббат орнатады десе, сол сыйлықты да әжесінің туған күнінде Рамазан айына тұспа-тұс келтіріп, осындай әкесіне көлік сыйлап ата-анасын қуантып жатқан жігіттің өмірімен дұрыс болмайды деуге келіспеймін. Бұл Тимурдың шаруасы әрмен қарай жүреді. Жүрсін, бәріміз тілекші болайық.